Алышқа сәлем, сендермен Тамерланс және бұл сатылай кешенді талдау. Бүгін біз Ерлан Жүністің «Менің атым тәуелсіздік» атты өлеңін талдайтын боламыз. Егер сендер сол өлеңмен қызықсаңыз, сонда бұл сілтеме арқылы сендер сол өлеңнің ланс талдауын қарай аласыңдар. Талдауды бастағаннан бұрын, мен сол өлеңге сатылай кешенді талдауды жасап тұрғанымның себебін айтайын. Бұл өлең өте өзгеше. Басқа өлеңдермен салыстырғанда, бұл өлеңнің шумақтары бір-бірімен ұқсас келмейді. Яғни, көптеген өлеңдердегі бірінші шумақтың және кез келген басқа шумақтың бунақ сандары және буын сандары бір-бірімен ұқсас келеді. Және белгілі бір ұйқастыры барлық шумақтарда қайталана береді. Алайда, бұл өлеңде барлығы өзгеше. Және сол себепті бұл өлең маған ұнап тұр. Мен түсінгендей сатылай кешенді талдау 9 түрлі қадамдардан тұрады. Өлеңнің авторы, тақырыбы, жанры, идеясы, шумақ саны, тармақ саны, бунақ саны, буын саны және ұйқас түрі. Және бұл видео 3 бөлімдерден тұрады. Бірінші бөлімде біз сатылай кешенді талдаудың ең бірінші 4 қадамдарын талдаймыз. Екінші бөлімде біз өлеңнің шумақ санын және тармақ санын белгілейміз. Және үшінші бөлімде біз талдаудың ең соңғы 3 қадамдарын анықтайтын боламыз. Сендерге бұл бөлімдерді және олардың ішіндегі бөлімшелерді табуға ыңғайлы болу үшін мен тайм-кодтарды белгіледім. Ал енді әдебиет іліміне аттанайық. Бірінші бөлімде біз өлеңнің авторын, тақырыбын, жанрын және идеясын талдайтын боламыз. Біріншісі авторы. Өлеңнің авторы Изи, Ерлан Жүніс. Екіншісі тақырыбы. Өлеңнің тақырыбы қазақ өлеңі мен қазақ халқының өз тәуелсіздігін алуы және сол тәуелсіздіктің маңыздылығы. Үшінші қадам жанры, шарман жанры өлең. Төртінші қадам идеясы. Назар аударыңыз, бұл тек қана менің ой пікірім. Және менің ойымша өлеңдегі басты идеясы ол Қазақстан тәуелсіздікті алғанда автордың бүкіл сезімдерімен, яғни қуаныш пен шабытпен бөлісу арқылы қазіргі ұрпаққа тәуелсіздіктің маңыздылығын көрсету және болашақ ұрпақта өз отаны үшін мақтаныш сезімін тудыру. Міне, біз талдаудың ең бірінші 4 қадамдарын талдағанбыз. Яғни, осымен біз видеоның бірінші бөлімін бітіргенбіз. Енді екінші бөлімге де көшуге болады. Екінші бөлімде біз шумақ санын және тармақ санын анықтайтын боламыз. Енді 5-ші қадам шумақ саны. Назар аударыңыз, бұл өлеңде шумақ санымен байланысты 2 түрлі проблема бар. Бірінші проблема ол бұл өлеңде шумақтар нақты көрсетілген жоқ. Сол себепті мен өлеңді оның мағынасына, интонациясына және пунктуациясына қарай арқылы оны бірнеше рет оқып, оны өзім шумақтарға бөлдім. Міне, бұл өлеңнің өзі және мен шумақтарды қызыл сызықпен белгіледім. Сондықтан, өкінішке орай, мен шумақ санының дұрыстығына кепіл бере алмаймын. Мен шумақ санын галактика түсімен белгіледім. Міне, бірінші шумақ, екінші шумақ, үшінші шумақ. Және осылай мен түгелмен өлеңде 14 түрлі шумақты тапқанмын. Енді 6-шы қадамға көшейік. Біз өлеңнің тармақ санын анықтайтын боламыз. Негізі тармақ деген не? Қысқаша айтқанда, тармақ дегеніміз өлеңнің әрбір жолы. Бұл да өте жеңіл тапсырма. Мен толығымен барлық өлең жолдарын санағанмын және сонда менде 64 деген сан шыққан. Міне осымен біз өлеңнің шумақ санын және тармақ санын анықтағанбыз. Және екінші бөлімді бітіргенбіз. Енді үшінші бөлімге көшпес бұрын назар аударыңыз.
Мен айтқандай, бұл өлеңде шумақ санымен байланысты екі түрлі проблема бар. Бірінші проблема ол шумақтар нақты көрсетілмеу, және екінші проблема сол бірінші проблемамен өте байланысты. Сол шумақтар нақты ажыратылған жоқ, және мен өзім оларды бөліп тастадым. Енді мен сол шумақтарды бөлгенде олардың құрылымы бірдей болғанын көздедім. Алайда мен қанша ойламасам да, бәрібір ең соңында шумақтар бір-бірімен үлкен айырмашылық жасаған. Басқаша айтқанда, бұл өлеңдегі шумақтар белгілі бір заңдылыққа бағынбайды деген тұжырымға келдім. Яғни, бұл өлең мен айтып тұрған заңдылықтардан тәуелсіз. Кім түсінді, сол түсінді. Сол себепті біз бұл өлеңнің барлық шумақтарын жеке-жеке талдайтын боламыз. Яғни, бізге талдауды бітіру үшін небәрі бунақ санын, буын санын және ұйқас түрін табу керек. Easy. Енді мүмкін бунақ деген деген сұрақ пайда болуы мүмкін. Бунақ дегеніміз не? Қысқаша айтқанда, бунақ дегеніміз ырғақтық пауза. Ал енді кеттік. Бірінші шумақ. Алып қорғанын, құлағанын көрдім. Міне, мен бунақты осындай түспен белгіледім. Алып қорғанын, пауза, құлағанын көрдім. Пауза. Барлығы бұл тармақта 11 буын. Енді, не бәрі 6 жасымда. Негізі, бұл тармақта 8 буын. Алайда кірігу заңына сәйкес, не бәрі 6 деп оқу керек. Не бәрі 6 жасымда. Бұл жерде барлығы 7 буын бұл тармақта. Алып тұлғалар жалғанын көрдім. Тағы да 11 буын. Бастарын сүйеп ғасырға 8 буын. Яғни, бұл шумақта 4 тармақ. Бұл жерде 2 бунақ бар, яғни 2 пауза. 7-ден 11-ге дейін буын саны аралығы. Және ұйқас түрі шалыс ұйқас. Өйткені А, Б. Яғни көрдім жасымда, көрдім ғасырға. Енді екінші шумақта примерно ұқсас картина. Бұл жерде бізде 2 бунақ. Буын саны 8-ден 11-ге дейін жетеді, және шалыс ұйқас. Үшінші шумақта да осылай. 2 бунақ, 7-11 буын, шалыс ұйқас. Төртінші шумақта да солай. 2 бунақ, 7-11 буын, шалыс ұйқас. Примерно енді түсінікті. 2 бунақ, примерно 7 немесе 8, 11 буын, және шалыс ұйқас болып табылады. Солай ма? Жоқ. 9-шы шумақтан бастап хардкор басталады. Онда ешқандай 2 бунақ емес. Бунақ саны мен санағандай 1-ден 4-ге дейін жетеді. Бұл өте үлкен айырмашылық. Және буын саны 5-ден 18-ге дейін жетеді. Және мен бұл жерде қандай ұйқас түрін екен түсіне алмадым. Өйткені бұл жерде бізде 6 жасымда жылаған жоқпын, сұраған жоқпын анамнан. Сол күні жана әнұран айтып оралған. Сол түні неге ұйықтамай маған бір аңыз айтып шыққанын ол жайлы күннен жаралған. Яғни А, Б, А, Б, А, Б, А, А, В, А. Мен осындай ұйқас түрін ешқашан көрген жоқпын, сондықтан мен теориям мүмкін бұл ерікті ұйқас болып табылады. Алайда бұл жауабым нақты емес. 10-шы шумақта онда да бірдеңе түсініксіз нәрсе. Түсінбесем де тыңдаймын, онсыз да оны жесірлік салған жасқан еді мұң қайғы, көзінің жасы сөйлеген түнді ұқпасам да, аны сынаған жаралған күннен ол жайлы. Қандай ұйқас бар екен
түсінбеген жоқпын. Мүмкін ерікті, өйткені А, Б, В, А. Алайда бұл ұйқас өте қатты қара өлең ұйқасына, мүмкін бұл қара өлең ұйқасы болып табылады. Мен білмеймін, өйткені бұл жерде егер 42-ші және 43-ші тармақты қоссақ, онда бізде А, Б, А болып шығады. Бірақ мен нақты жауабын білмеймін. 11-ші шумақта бізде нақты жауап бар. Бұл қара өлең ұйқасы. Бұл жерде бізде А, Б, А, яғни білмесін, жыл кешір, орта мектепте бүргесін. Бұл жерде 3-4 бунақ және буын саны 13-тен 18-ге дейін жетеді. 12-ші шумақ. Бұл жерде де қара өлең ұйқасы, яғни 11-ші және 12-ші шумақ бір-бірімен өте ұқсас болып келеді. Бұл жерде 3 бунақ және буын саны 8-ден 13-ге дейін жетеді. 13-ші шумақ. Бұл жерде мен ұйқас түрі туралы мүлдем түсінбедім. Мүмкін ерікті ұйқас, өйткені бізде А, Б, Б, В, В, Б, Б. Енді ең соңғы шумақты қарастырсақ, онда бұл жерде бізде, мен тағы да түсінбедім. Мүмкін бұл ерікті ұйқас. Өйткені мен осындай ұйқас түрін ешқашан көрген жоқпын. А, Б, Б, А, Б, Б. Бұл жерде бунақ саны 1-ден 4-ке дейін жетеді, және буын саны 5-тен 14-ке дейін жетеді. Ал енді, болды, біз талдауды бітіргенбіз. Сіз Ерлан Жүніске бұл тамаша өлең үшін үлкен рахмет. Сіздерге де бұл талдауды қарап тұрғаныңыз үшін үлкен рахмет. Ал енді, жаңа жыл құтты болсын, достар. Сау болыңыз.